Сәлем достар, менің атым Аян. Менің атым Жадыра. Бүгін біз роботтар туралы бір тақырыпта видео түсірейік. Бұл енді Жапонияда роботтардың қанша уақыттан бері пайда болғанын білесің? Нақтысын білмедім, бірақ осы бертін келе шығар, 21 ғасырдың бастары болуы мүмкін. Иә, әзір енді негізі роботтар осы 2000 жылдан бері шығып келе жатыр ғой. Бірақ бұл тарихта, мысалы жазбаларда қарайтын болсақ, бұл ерте заманнан бастап шыққан екен. Мысалы Жапонияның тарихын алып айтатын болсақ, бұл 600 жылдары адамдарға шай әкеліп беретін робот шыққан екен. Ол механикалық түрдегі роботтар сонда? Ол енді механика, сен білесің ғой, кезінде біз кішкентай кезімізде бір тышқан ойыншық боласың, артын бұрап өздігінен бүйтіп жүріп жүреді. Сол тектес роботтар екен. Ол енді әзіргі адамдар оны робот демейді ғой, машина деп естиді. Ал енді дүниенің тарихын алып айтатын болсақ, мысалы ертегілерде осындай бір жұмысты қайталап істей беретін осындай адам тектес роботтардың бар екені ертегілерде айтылған екен. Оның үстіне мысалы Аристотельді білесің ғой, ерекше үлкен ғалым, адамзаттың тарихында көптеген үлестерді қосқан. Бұл енді жаңғыртудан бұрынғы 4-ші ғасырда жасаған адам ғой. Соның бір ойы бар екен, роботтарды қолданып, құлдарды босату деген. Осындай өзінің назариясы болған екен. Оның үстіне ол құс денелі, машиналы ұша алатын робот жасап шыққан деген деректер бар. Роботтың тарихын айтып кеттік қой. Бірақ енді нағыз біздің әзір көріп жүрген роботтар бұл 2000 жылдан бері қарай шыға бастаған екен. Адам тектес, формасы адам тектес деген сияқты. Сол 2000 жылдан бері адамдармен былай байланыс жасай алатын, тілдесетін осындай роботтар шыққан екен. Одан кейін әзір AI техникасы деген бар ғой. Біз AI техникасы туралы осыдан кейін видеоларда жақсылап айтып кететін боламыз. Сол AI техникасы басталғаннан бері бұл адамдардың тұрмысына көптеп кіре бастаған екен роботтар. Енді Жапонияны алып айтсақ, бұл дүниедегі роботтар жасаудағы техникасы алдыңғы орындағы елдердің бірі. Бұл енді Жапония ерте бастаған, 1970 жылдан бастаған екен. Енді робот жасағанда білесің, бұл енді ерекше көптеген жіңішкелі жабдықтар керек, бұның бәрін ақша керек деген сөз. Осыларға енді ақша болмаса техника болғанымен жасалмайды деген сөз. Сондықтан Жапонияның мысалы өкімет органдары осыны жақсы қорғаған. Мысалы экономика министрі әзірге дейін 1970 жылдан 2019 жылға дейін 22 проект алып шыққан екен. Бұл аз ба, көп пе? Бұл енді бір проект деген, ол енді ең басында зерттелу үстіндегі дүние ғой. Мысалы бір проект сен бір жылда бітіре алмайсың. Ол 5 жылдық, 10 жылдық осындай болуы мүмкін. Сондықтан 22 проект деген ол бірнеше проекті қатарынан алып жүрген әзірге. Ең басындағы роботтар бұл информацияларды бір жайлы ететін роботтар екен. Енді одан кейін 2015 жылдан бері қарай техниканың дамуына байланысты, мысалы бір апат болған жағдайда адамның орнына барып тексеру жүргізетін осындай роботтар шығара бастаған. Қауіпсіздік шарасы ғой сонда, Бұл енді бұл проекттердің негізгі мақсаты адамдардың тұрмысына нақтылап қосылатын роботтар екен. Егер мысалы адамдардың тұрмысына қосылатын болса, онда көп еңбек күштері босап қалады деген сөз ғой, Енді әзір ондай әр мемлекеттің жағдайлары ұқсамайды ғой. Мысалы Жапонияны алып айтсақ, біз бұдан бұрынғы видеоларда айтып кеткенбіз, еңбек күші жетіспейді. Бұл енді роботтың жауы Жапония үшін алып айтсақ ерекше жақсы деп ойлаймыз. Енді басқа мемлекеттердің жағдайы басқаша болады. Ал енді осы жерде экономика министрі дедік, одан басқа мысалы ішкі министрі бар Жапонияның. Бұл да әзірге дейін бұл 2001 жылдан бастаған екен, осы роботқа қаржы қосуын 2001 жылдан әзірге дейін 3 проект алып шыққан екен. Сонда бұл да енді ондай көп те емес, аз да емес қой, бірақ жаңағы айтып өткенде проект болып біреуі бір жылда бітіре салмайды. Неше жылдық зерттеулерден өтетін болғандықтан бұл да оңай емес. Одан қалсақ әрине бұл оқу ағарту министрі. Бұл оқу министрі оқушылар жақсы біледі, бұл көптеген шетелдік оқушылар ақша беріп осындай оқытатын үлгер ғой. Бұл енді әзірге дейін 5 проект алып шыққан екен. Бұл да енді оңай емес деп ойлаймын. Жаңағы айтып кеткендердің бәрі бұл мемлекеттік органдар ғой. Бірақ жекелік осындай зерттеу органдарының өздері осындай проекттерді алып жүр екен. Мысалы
Недо деген бір зерттеу органы бар екен Жапонияда. Бұл 1980 жылы Жапонияда энергияның кризисі болды. Ол қалай сонда энергияның кризисі? Енді Жапонияны білесіздер, бұл өзінің мысалы Қазақстанда мыс, темір, мұнай, газ дегендер көп болады. Жер байлықтары. Жер байлықтары. Жапонияда ондай жоқ. Сондықтан ода кризис болған. Осыны шешу үшін бұндай бір орган шыққан екен. 2019 жылға дейін 17 робот прожегін бітірген екен. Бұлар да негізі адамдардың тұрмысына қосылатын роботтарды жақсы шығарады екен. Оның инженерлікке қолданатын, құрылыста қолданатын осындай роботтарды жақсы шығарады екен. Бұл неге дегенде, бұның алдында мен жұмыс іздедім. Осы кезде Hitachi компаниясы бар. Жапонияда үлкен компаниялардың бірі. Ол жер қазатын сондай жабдықтар шығарады екен. Осының ішінде мысалы әзір түгел өздігінен істейтін машиналасқан болған. Бұл енді ерекше, мен көргенде ерекше таңғалған болған. Дамудың. Және Недо деген зерттеу органы бұл дүние бойынша, жалпыласқан дүние бойынша жиыны 1000-нан асқан офисі бар екен. Америкада, Қытайда, Кореяда, Орта Азия елдердің бәрінде офистері бар екен. Сондықтан бұл үлкен прожект алып шығаратын жақсы бір зерттеу органы деп айтуға. Енді осындай мемлекет жағынан болмаса, жекелік зерттеу органдар жағынан көмектер болды. Соған қарағанда енді Жапонияның роботтарының әрине результатты жақсы көрсеткен ғой. Әзірде дүние бойынша алдыңғы орында. Сонда енді 2000 жылдан бері қарай Жапонияда жасалған роботтарды біз таныстырып өтейік. Ең бірінші рет шыққан адам тектес Жапонияда. Humanoid деп айтады ғой. Сондай шығар енді, адам тектес екі аяғымен тұра алады. Бұның аты, бұндай роботтың аты Асимо деген екен. Бұны Honda техникалық серіктігі жасап шыққан екен. Бұл енді ол 2000 жылы 20 жылдың алдындағы техникамен жасалған. Бұл заттардың қозғалысын, одан кейін дыбыстарды өзді сезе алады екен. Мысалы артынан шақырсан, атын айтап шақыратын болсаң, саған қарайды деген сол. Онда сезім мүшелерін қосқан болып тұр ғой сол роботқа. Сезім мүшелері қосты ғой, бірақ енді ол кезде камера болуы мүмкін, камерадан көріп есептеп шығаратын. Одан кейінгі робот Паро деген робот екен. Бұл біз жақта енді теңіз арыстаны дейді, Антарктикада жасайтын бір балықтың түрі ғой, теңіз арыстаны. Мына екі жақ шетінде мұрты бар. Мұрты бар. Осы тектес робот жасап екен. Бұл робот не істей алады деген, бұл адамның сезімін сезе алады екен. Мысалы, сен көңілсіз болсаң, ода, мысалы, неге көңілсіз болдың дегендей дауыстар шығарады екен. Бірақ сөйлесе алмайды. Сөйлесе алмайды. Бірақ сол дауыстарын шығарып, өзінің сезімін білдіре алады екен. Күшті. Одан кейінгі робот, мысалы, Quince деген бір робот шыққан екен. Енді бұл машина соған 4 дөңгелекті сондай екен. Бұл не істей алады дегенде, бұл жаратылыстық апаттар болғанда сол жерге барып, бақылап, рәсімге түсіріп, сондай істейді екен. 2011 жылы Жапонияда үлкен цунами болды ғой. Сол кезде Жапонияның жерінде атом станциясы жарылған. Әзір осы роботты сол жерде істетеді екен. Одан бергі жылдарда айтылып айтатын болсақ, Sharp деген бір Жапонияның серіктігі бар. Бұл енді үй тазалайтын роботтар шығарған. Кәдімгі робот шаң сорғыш деген сияқты ғой? Үйді өзі тазалап, қай жер тазаланбады, қай жер тазаланды дегендің бәрін өзі біліп, орындарын біліп, өзі тазалап береді. Оның үстінде бұл тазалауған емес, бұл мысалы адамның дауысын да өзі анықтап біле алатын болған. Мен тіпті өз үйдегі роботтан да байқасам болады. Мысалы бір жерде қоқыс қалып қалса, ол өзі сезіп, сол жерге барады. Сондай болады. Одан кейін 2010 жылы бұл Panasonic деген компания бар, ерекше үлкен компанияның бірі. Бұл енді додырханада жүк таситын роботтарды жасаған. Біздің бір видеода салған еді ғой, робот Даяша деген. Сол сияқты болуы мүмкін. Одан 2015 жылы SoftBank деген бір серіктігі бар, телефонның серіктігі ғой Жапонияда. Телефонның өз үш үлкен серіктігі бар, соның бірі сол. Бұл енді бұның жасағаны көңіл күйді жақсы сезіп білдін алатын, өзінің көңіл күйін жеткізе алатын сондай робот жасаған екен. Бұны қай жерге істетеді деген кезде, бұл мысалы қонақ келсе, сол шығады екен. Мысалы тосып алуға, сөйлесуге деген мысалы. Бұларда әзір суши жасайтын асханалар жақсы алады екен. Осыларды істетіп жатыр екен. Бұл роботтың аты Pepper деген.
Одан кейін енді осындай роботтар енді Жапонияда қолданып ақырын адамдардың тұрмысына келіп жатыр ғой. Енді бұл роботтар бұдан кейін адамдардың тұрмысына қандай әсер етеді, қай жерде істетіледі дегенде, біріншісі бұл өндіріс саласында істетеді екен. Өйткені әзір мысалы дүние жүзі бойынша бұл адамдардың мысалы көбеюі азайып бара жатыр. Әр дамыған мемлекеттерде мысалы адамдардың азаюы болып жатыр да, еңбек күші аз. Сондықтан бұл өндірістерді машиналастыру керек. Оның үстіне әзір экономика тез, бір нәрсені тез жасау керек, уақытында жасау керек, ешқандай қателіксіз жасау керек деген мысалы. Осыларды шешу үшін өндіріске қолдануға болады. Екіншісі сол жаңағындай адамдар үшін қызмет ететін роботтар болады. Бұлар мысалы қарттар үйінде қолданатын роботтар болады. Өйткені қарттар үйінде қарттарға қарайтын мысалы адамдар аз деген соң. Осылардың көңіл күйін байқап, осыларға көмектесетін роботтар шығуы мүмкін екен. Тағы да басқа қызмет орындарында, кофеханаларда да адамдардың орнына беретін сондай роботтар да шығуы мүмкін. Одан кейінгі тағы бір үлкен саласы мысалы адамдар бара алмайтын болмаса ерекше қауіпті райондарға осы адамдардың орнына роботтар шығарады. Сол осы үш салада енді адамдардың тұрмысына кіруі мүмкін кең көлемде деп әзір айтылып жатқан. Кіріп те бастаған шығар. Әзірде кіріп болды. Мысалы әзір жерде Жапония 1970 жылдан бастады дедік. Әзір 2020 жылы 50 жыл болды. Енді 50 жылда қаншалықты дами алады мысалы. Биылғы ең жаңа шыққан роботтарды біз таныстырып өтейік. Мысалы соның ішінде бір ерекше әзір жақсы бағаланып отырған робот, бұл адамдардың қызметіне көмектесетін аты CRX деген атты сондай екен бұл. Бұл не істеледі дегенізде, бұл заводтарда болады, қайталанатын жұмыстар. Осыларды өздігінен істей алады екен. Бұл енді неге бұны істетеді деген кезде, жаңағы бір айтқан еңбек күштің төмендігі. Оның кейін әзір әр жерде мысалы жаңағындай айтқандай бұл қателіксіз істеу ғой, қайталанбалы жұмыс қой. Адам болса ұйқысы келеді, шаршайды, көңіл күйі болмайды, одан қателік кетуі мүмкін. Мысалы сондай жағдайда бұл роботты істетуге болады екен. Енді бұл роботтың біз ерекшелігін айтып өтейік. Бұл роботтың бірінші ерекшелігі бұл ерекше қауіпсіз екен. Мысалы әзір енді бұл роботтардың орнына басқа машиналарды қоюға болады ғой. Бірақ бұл роботтың бір ерекшелігі мысалы қасына адам тұрып істеуіне болады екен. Адам ұстап, мысалы қолмен оны тосатын болса, ол тоқтап қалады екен, адамға тимейді. Енді басқа бұрынғы машиналар болатын болса, ол анау үлкен кнопкамен басқарылады да. Оны сен баспайынша ол тоқтамайды. Сенің соның қасына адам тұратын болса, ол адам соғып кетуі мүмкін, жарақат алуы мүмкін. Сондықтан бұның сол жері ерекшелігі бар екен. Одан кейінгі бір ерекшелігі бұл немене екен? Істетуге оңай екен. Бұл салмағы да жеңіл, оның формасы да өте кішкене, қай жерге болса да көтеріп апарып беруге болады. Одан кейін мүмкін роботтарды енді істеткенде жалпылай істету керек қой. Бұл енді бұл роботтың бір ерекшелігі, сен робот туралы ештеңе білмесең де ең әдеттегі өзіңнің біліммен бұлар істете алуыңа болады. Бұның істетілуі оңай деген сөз. Басатын кнопкалары солардың бәрі оңайлатылған, қарапайым адам да түсіне береді ғой. Сол қарапайым адам да түсіне береді. Одан кейінгі бір ерекшелігі сол бұл ерекше комплекс екен да. Мысалы сен заводтарда болады, бұл су болады, май жер болады деген мысалы. Бұл су болып, кейбіреу су болатын болса татпасып, істемей қалатындары болады. Болмаса жерде роботтарды айттық қой, ішіне ерекше сезімтал жабдықтар орнатылады. Бұлар су тисе, болмаса май тисе істемей қалады. Бірақ бұл робот сондай комплекс дейді. Бұл роботты алып айтатын болса, мысалы былтыр 2020 жыл бұл робот ерекше көп сатылған. Неге дегенде, мысалы корона болған. Коронаның кезінде үлкен заводтар, мысалы көп заводтар тоқтатуға мәжбүр болған. Сондықтан осының орнына роботтар істету арқылы осындай жағдайдан алдын алуға болады. Бұл өндірісі Жапонияның шығарған роботы ғой? Бәрі Жапонияның роботы. Бұның өндірісі 2021 жылы басқа жылдарға қарағанда 3 есе өскен екен. Сондықтан енді осыдан кейінгі мысалы Жапонияның заводтарында осындай роботтар көбейе бастайды ғой. Одан кейінгі бір жақсы бағаланған бір робот, бұл адамдардың тұрмысына ерекше кіріп кеткен енді. Бұл роботтың аты Лобот деген екен. Лобот деген. Бұл робот енді адам ұқсаған екен. Қалайсында? Енді түрі адам ұқсаған емес, бірақ бұның бір ерекшелігін айтып жатсаң, бұның дене температурасы адам температурасына ұқсас екен, 37 градустың алдында.
Оның үстінде бұл адамның көңіл күйін сезе алады. Мысалы сен сөйлесең саған жауап қайтарады екен. Жауап қайтарғанда енді өзінің тілімен қайтарады да. Бұл ұйқысы келсе ұйқың келді деп сөйтіп айтады екен. Одан кейін ұйықтайды екен. Шаршаса шаршадым дейді екен. Одан кейін сондай. Бұл роботтың енді өте кішкене робот. Мысалы бұның кеңдігі бір 30 сантидің айналасында, биіктігі 40 сантидің айналасында. Кәдімгідей бала сияқты кішкентай бөпе сияқты. Кішкентай бөпе сияқты. Әзір деген бұл енді AI техникасының ішіне кіргізген роботтың бірі. Бұл енді және бір ерекшелігі айттық қой, бұның дене температурасы жақсы деп. Енді бір ерекшелігі бұның көзі, оның дауысын өзгертуге болады. Неше миллион түрлі көздің реңі, дауысталуы болады. Бұл сонда тұрмыста не үшін қолданылады робот? Бұлар неге қолданады дегенде көбінде мысалы балаларға қолданады. Балалардың енді ит күшік асыраған мысалы ғой, роботты асыраған мысалы. Оның үстінде қарттар үйінде көп қолданылады екен. Мысалы қарттар көңіл көтеру үшін, өйткені ол көңіліңді сезеді екен. Мысалы сен онымен ұзақ уақыт байланыста болсаң, сен барған сайын жақсы көріп сөйтеді. Алдымен бағасын айтып өтейін. Бұның бағасы жиыны $3000 ар жақ бер жағында екен. Бір жолда сатып алсаң, бірақ айына бөліп төлеуге болады екен. Айына төлесең, мысалы $200 төлеуіңе болады. Бұның саудасының жақсылығы әзір бұл роботтың өзін ғана сатпайды. Роботтың киімін де сатады екен, роботтың маскасын дейін сатады екен деген мысалы. Сондықтан бұл әзір үлкен бизнестің бір көзі болып тұр. Мысалы балалар үйінде де бұны қолданады екен. Сон маған ең бір әсер еткен сол болды да, өйткені бұл балалар үйінде қолданады, дұрыс па? Енді біз робот шығады деген кезде мынандай көңіл күйде болуы мүмкін. Мысалы робот адамдар жұмысты қалып кетуі мүмкін деп, ол қауіпті ма, қауіпсіз ба, мүмкін адамдарға залал келтіруі мүмкін ғой дейді ғой. Бірақ Жапонияда мысалы балабақшадан бастап осы роботтар кіргізіп жатыр. Сонда енді жапондықтар үйретіп жатқандағы да роботқа. Қызығушылықты балалардың қызығушылығын да арттырады деген сияқты ғой. Мысалы басқа дүние деп қарамайды, өзі әдеттегі өздерінен ешқандай танысы жоқ дүние деп ойлауы мүмкін. Сол жері маған ерекше әсер етті. Кәдімгідей кейін біраз уақыт өткеннен кейін телефон сияқты болып қалады ғой. Телефон сияқты. Кәдімгі шынайы өмірден ажырамас бір бөлік болып қалады. Сен білмейсің, мысалы Қытайда былай, мысалы Қытайда патшалық кезінде мынандай рәсімге тартатын болса, олар қорқады. Неге деген кезде сенің жаныңды бұл немене анау тартып алып кетеді деп сондай қорқатын кезінде, патшалық заман кезінде. Оны бертін келе әзір елдің бәрі түседі деген. Мысалы соғысқан тез үйретудің бір жолы да. Бір жағынан бұл экономикаға да жақсы ғой, роботтардың саудасын. Жарайды, біз енді бұл робот осыған дейін таныстырайық. Енді бір робот, бұл енді ерекше үлкен техникамен жасалған. Бір робот ғарышқа барып тексеру жүргізетін робот екен. Бұл роботтың аты міне Минера 2 деген робот екен. Бұл робот өте кішкентай. Мысалы 10-15 сантидің айналасында екен бір робот. Бұл роботты ұшырып, мысалы басқа бір планетаға апарып, сол жерде өзі бір рәсімдерін тартып, дыбыстарын таптып, уақытты есептеп, сөйтіп былай жіберіп береді екен жер шарына. Бұл енді осы аралықта бұл робот бірақ өздігінен істейді. Мысалы адамда ана жерге барып, мына жерге барып кнопка баспайды екен. Мысалы сол жіберді, содан кейінгі жұмыстардың бәрін өзі бітіреді екен. Ешқандай адамның бақылап басқаруға қажеті жоқ. Бірақ бағытты бәрібір адам береді ғой, мысалы. Енді мынандай планетаға барасың, мынандай серіктікке барасың деген сияқты. Оны әрине сол қай жерге баруды адам белгілейді. Қонып болғаннан кейін содан кейін жұмысты өзі басқарады екен. Бұл енді неге деген кезде әзір мысалы ғарышта ерекше дамып жатыр ғой, Илон Маск деп білесің. 2024-те адамды Марсқа көшіреміз деп жатыр. Бірақ енді бола ма болмай ма белгісіз ғой. Мұндай жағдайда біріншісі ғарыштан, бұл енді жер шары емес қой. Адамдар кейбір жердің ауа райы ұқсамайды деген мысалы. Оның үстіне бір нәрсе істеу үшін сен бұл қателік жасап қайта істеуге болмайды. Уақыт бәрі шамалы болады. Сондықтан қателіксіз сол жерде істеуге алуға болады екенбіз. Енді бұның істетілуінде жәнегі айттық қой, бұл өте кішкене. Салмағы тегі 1 килограмм ар жақ бер жағында. Ол ғарышқа барса тіптен кішкентай болып қалады. Тіпті кішкентай болып. Оның үстінде ғарышта мысалы ауырлық күші өте төменде, адам соған үйлеспеуі мүмкін. Үйлеспей көптеген мысалы денсаулығында
басқалай белгілер болуы мүмкін да. Бірақ робот жіберсе ондай болмайды. Енді бұл робот мысалы 2018 жылы 9 айдың 21 күні бір қандай дейміз, әлемде ұшып жүретін тастар болады ғой. Иә, метеориттер. Сондай. Соған апарып жіберген екен бұны. 2018 жылы 9 айдың 21 күні жіберіп, 10 айдың 26-сына дейін 35 күн аралығында сол ана тасты бақылаған екен. Бұл таста енді ондай үлкен емес, мысалы үлкендігі 1 километрдің ішінде ғой. Соған осы 35 күнде өзі рәсімдерін тартып, одан кейін дыбыстарын тартып, күн есептеп, кейбір сандық мөлшерлерді жер шарына апарып береді екен. Бұл кәдімгідей әлемдік адамзатқа пайдасы көп қой. Бір жағынан қауіпсіздік те бар деген сияқты. Бұның ана төгі, мысалы төктің де қажеті, төгі бірақ осы күн энергиясы арқылы төк болады. Кәдімгі күшті екен, иә? Жарайды, біз онда бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқтасын. Енді осыдан былай бұдан да жақсы тақырыпта сөйлейтін боламыз. Мысалы осы видеоны жақсы көрсеңіздер, коммент беріңіздер, біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Және біз көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар. Put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when